Достар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айко. Біз бүгін сіздермен тауық сан етінен және картошкадан дәмді әрі тез жасалатын кешкі ас әзірлейтін боламыз. Бұл тағамның ең бір ұнайтын жері ұзақ уақыт бойы кухнядан шықпай қоймайсың, қонақ келсе де тез дайындай қоясың, балалар да сүйіп жейтін тағам. Бұл тағамға аса көп зат қажет емес, тек үйдегі заттармен дайындай берсек болады. Ал бізге ең алдымен тауық еті, картошка 5 штук мен осылай турап алдым. Және де сұйық май 50 грамм, 100 грамм су, тұз дәміне қарай аламыз. Мен 1 шай қасық алдым. Кориандр ұнтақталған және қара бұрыш, кетчуп және майонез. Кетчупты орнына томат алсаңыздар өте жақсы болады. Бәрін дайындап өлшеп алған соң 100 грамм суымызға барлық заттарды осылай салып, 2 қасық майонез, ас қасық және 2 ас қасық кетчуп, 2 ас қасық кетчупымыз, кориандр чайный ложка, 2 чайный ложка және қара бұрышымыз 1 шай қасық. Сұйық майымызды құйып, осылай араластырамыз. Енді көлемімізді аламыз, картошкамен біріктіріп аламыз осылай. Және дайын болған дәмдеуішімізді үстіне құямыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Аз уақытқа қойып қойсақ та болады, немесе осылай сразу жасай берсек те. Пештегі ыдысымызды алып, үстіне видеодағыдай осылай фольганы жасап аламыз. Үсті жабылатын болу керек, міне видеода көрсетілгендей. Содан соң голен мен картошкамызды осылай видеодағыдай жайғастырып, әдемілеп салып аламыз. Біз уже дайын болды. Енді сыртын жабуға кірісеміз. Мінекей, осылай жан-жағының бәрін жауып тастаймыз. Бұлау үшін бұқтырып пісіріп аламыз бірінші. Бір 30 минут піседі. Осылай бұқтырылған күйінде. Одан кейін бетін ашуымыз керек болады. 180-200 градуста асты үсті қосылған пеште осылай пісіріп алдық. Мінекей 30 минут. Енді осылай үстіңгі бетін алып тастаймыз фольганың. Мінекей голеніміз қып-қызыл әдемі болып пісу үшін сочный болады еще. Жуа турап қойдым піскенше. Мінекей біздің тамағымыз пісіп қалды. Міне қызарып әдемі болып пісіп келеді. Достар, біздің дәмді әрі тез дайындалатын кешкі асымыз дайын. Асымыз дәмді болсын. Егер бұл видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий жазып кетіңіз. Баршаңызға көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар.